Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы менің білуімше. Насколько я знаю. Балалар, бүгінгі сабақта екі аймақтың табиғатын салыстырып жазуды үйренеміз. Ребята, сегодня будем учиться письменно сравнивать природу двух регионов. Ал енді, балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Құбылмалы, изменчивое, неустойчивое. Мекен – место, өзгеру – меняться. Қайталаймын. Құбылмалы, мекен, өзгеру. Құбылмалы, ауа райы, изменчивая погода. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ал енді балалар, мына суреттерге назар аударайық. Обратите внимание на эти картинки. Бұл қандай қала? Иә, бұл Алматы қаласы. Алматы қаласы қайда орналасқан? Иә, Алматы қаласы таулы аймақта орналасқан. Алматыда не өседі, балалар? Алматыда шыршалар, апорт алмасы өседі, апорт алмасы, яблоки апорт, ели растут. Қысы қандай екен? Қысы жылы, қар жұқа түседі, тез еріп кетеді, снега мало. Жазда күн ашық болады, жаңбыр жауады, Жақсы, балалар. Сонымен Алматының табиғаты қандай? Табиғат, природа. Иә, Алматының табиғаты керемет, удивительная, прекрасная природа Алматы. Жақсы, балалар. Ал енді балалар, жаңағы суреттердің көмегімен Алматының табиғаты туралы кестені толтырып көрейік. Ребята, с помощью тех картин, которые мы сейчас только просмотрели, попробуем составить рассказ про природу Алматы. Будем учиться письменно писать рассказ про природу Алматы. Рассказ у нас начинается так. Можно начать так. Менің білуімше, Алматының табиғаты сұлу. Насколько я знаю, природа Алматы очень красивая. Екінші, Алматының орналасқан жері. Место расположения. Второе предложение. Алматы сұлу жерде, қорықтар маңында, около заповедников, таулы жерде, өзен бойында орналасқан. Үшінші сөйлем. Алматының өсімдіктер әлемі. Здесь будем писать про растительный мир Алматы. Алматыда апорт алмасы, шырша өседі. В Алматы растут яблоки апорт, елки растут, ели растут. Келесі сөйлем. Алматының күн райы. Пишем про погоду Алматы дальше. Алматының қысы қандай екен? Алматының қысы бораны аз, ашық, аязы жоқ, қар тез ериді, дымқыл, тұман және жұқа қар түседі екен. Ал енді Алматының жазы қандай екен? Алматының жазы дымқыл, жаңбыр, тұнық, тұман, дауыл болмайды, нету ветра. Ашық болады, Жақсы, балалар. Енді қорытынды пишем заключение. Қорыта айтқанда, Алматы табиғаты өте сұлу, күн райы өте қолайлы. И в заключение. Природа Алматы очень красивая. Погода очень благоприятная. Ал енді балалар, сендер жазбаша табиғат туралы әңгіме жаза аласыңдар деп ойлаймын. Теперь, ребята, я думаю, что вы сможете написать
рассказ про природу. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма. Қоршауда берілген мәтін бөліктерінің ретін анықтап оқы. Ребята, вам дан текст, но части текста даны в разброс. Вам нужно собрать текст правильно и прочитать. Приостановите видео, прочитайте, соберите текст. Ал енді, балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Давайте проверим. Мәтінді бірге оқимыз. Вместе читаем текст. Менің білуімше, Нұрсұлтан мен Алматы қалаларының табиғаты екі түрлі. Алматы таулы аймақта орналасқан болса, Нұрсұлтан қаласы жазық дала аймағында тұр. Алматының айналасында тау бар. Ол қаланы желден қорғайды. Ал Нұрсұлтан қаласының айналасында орман немесе таулар жоқ. Сол себепті жел мұнда күшті болады. Қорыта айтқанда, екі қаланың да табиғаты сұлу. Маған екі қаланың да табиғаты аса ұнайды. Бұл қалалар әлемдегі ең ғажайып мекендер. Жақсы, балалар, сендер көргендей, мәтін 3 бөліктен тұрады. Как вы видите, текст состоит из 3 частей. Первая часть – это вводная часть, кіріспе бөлім. Екінші бөлім – негізгі бөлім, основная часть. Үшінші бөлім – заключительная часть. Қорытынды бөлімі, е, сонымен мәтін 3 бөліктен тұрады. Когда мы составляем рассказ письменно, рассказ наш должен состоять из 3 частей. Первая часть – это вводная часть, вторая – основная часть и заключение. Жақсы, балалар, енді мәтінді аудармасымен өздерің бір мәтін оқып шығыңдар. Теперь, ребята, прочитайте текст с переводом самостоятельно. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Сабақтың тақырыбы менің білуімше. 3-ші тапсырма. Нұрсұлтан туралы үлгіні толықтырып жазыңдар. Ребята, вам нужно дополнить данный образец про город Нұр-Сұлтан и написать в тетради. Біздің білуімше, Нұр-Сұлтан қаласы аймақта орналасқан. Как мы знаем, город Нұр-Сұлтан расположен. Біздің ойымызша, Нұр-Сұлтан қаласының маңында өседі. Мы думаем, около города Нұр-Сұлтан растут. Нұр-Сұлтан қаласының жазы, лето Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтанның қысы, зима в Нұр-Сұлтане. Қорыта айтқанда, дальше вы пишите свое заключение. Жақсы, балалар, келесі тапсырма. Нұр-Сұлтан қаласы туралы жазғаныңды айтып бер. Вам нужно рассказать устно то, что вы написали про город Нұр-Сұлтан. Это задание вы отправляете голосовым сообщением учителю. Ал енді, балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.